Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіз білмейтін қызықтар арнасында пайдалы ақпарат, үй ішіндегі жаман энергияны кетіру әдісі туралы айтатын боламын. Үйіңізде тазалық жұмысын жүргізгеніңіз, яғни шаң сүртіп еден жуғаныңыз өте дұрыс. Үйіңізді тазалау арқылы тек оның шаң тозаңын ғана тазалап қоймастан, энергетикасын да тазалағаныңыз дұрыс. Үйіңізде негатив болуы мүмкін. Ол негатив адамдар арқылы келеді. Негативті бір жерден өзіңіз келгенде көңіл күйіңіз болмай келіп, өзіңіз де әкелуіңіз мүмкін. Я болмаса, отбасы мүшелерінің бірі әкелуі мүмкін, және үйіңізге келген қонақтар әкелген болуы да мүмкін. Ол негатив үйдің атмосферасына кері әсер етуі мүмкін. Сол себепті кей кезде үйге энергетикалық тазалық жасап, негативті жою керек. Оны мынандай қарапайым жолмен жасауға болады. Үйіңіздегі жиһаздардың тағы да басқа бұйымдарын шаңын сүрткенде, немесе еденді жуғанда суға азғантай тұз салыңыз. Әр үй тазалаған сайын суға тұз салуды әдетке айналдырыңыз. Күндер өте үйіңіздің берекесі кіріп, шаңырағыңыз шаттыққа бөленеді. Егер ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, алдағы пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.